Алан Петухов, Жандос Агманов, аймақтық Азия чемпионаты. D4, ATF6, C4, E6, ATF3, D5, Уәзір гамбиті. AC3, піл B4. Бұл жүрісті енді Рон Исаевич Немцович, Боголюбов және Рогозин ерекше ұнататын. Уәзір A4 шах, қос соққы мына жерге шабуыл жасап тұр, және мына жерге шабуыл жасап тұр. AC6. Патшаны да қорғаймыз, және B4-тегі пілді қорғаймыз. A3, мына пілдің мәселесін шешу, піл C3. Үнемі айтам бұл туралы, пілді атқа айырбастар алдында өте мұқият болу керексіздер. Алдық, піл D7, мынандай әртүрлі амалдарды жүзеге асыру, біріншіден уәзірге шабуыл жасау, және негізгі орталықтағы сарбазды алу. Алдық, және піл G5. Бұл енді байлау әдісі. Болашақта бұл піл деген өте қауіпті пілдердің бірі болуы мүмкін. H6, қаралар өздерінің аумағынан қуып шығудың амалы, піл H4, G5, піл G3, және ат негізгі орталыққа келді. Мына жерге шабуыл жасадық, және мына жерге шабуыл жасадық. Уәзір B3, біріншіден D5-тегі сарбазға шабуыл жасау, және B7-дегі сарбазға шабуыл жасау. Піл C8, екеуінде қорғап тұрмыз, мынаны да қорғап тұрмыз. E3, H5. Дәл қазір H4 деген әрекеттің арқасында мына пілді қолға түсірудің амалы. Және қателесті, Алан бұл жерде H3 деп жүрді, өткені осындай өрескел қате. Дәл қазір 0.92 болатын болса, мынадан кейін минус 0.96 болды. Алдық, және уәзір D6. Мынау қосарланған сарбаздар, мынау енді артта қалған сарбаз, жағдай қиындап кетті. Патша F2 амалсыз, мынаны қорғау керек. Енді H4, әзірше бәрі бір қалыпты, тек қана Алан деген дұрыс шешім. Мынандай шешім қабылдау керек еді, сонда ғана жағдай жақсы болды. Бірақ Алан қателесті, G4 деп жүрді, және 0.96-дан минус 195 болып кетті, минус 1.95 болып кетті. Бұлай жүрді, және F5 бірден мына G4-тегі сарбазға шабуыл жасау. Піл B5, жағдайы деген қиындап баратыр. Байлады, енді ойлап тұр, мынаны қазір байлап тастайым деп. Алдық, және ат негізгі орталыққа келді. Және мына жерге шабуыл жасады. Патша шах рокировка жасады, мына жерге шабуыл жасады. Осымен ойын аяқталды. Қаралар жеңді, ақтар жеңілді. Енді не істейді мысалы? Бұлай жүретін болсаңыздар, мынаны алады, соңын бұлай алады да, сіздің жағдайыңыз өте қиын. Рокировка жоқ, мынаның барлығы нашар, мынау да осал, болашақта F2, тура F2 деген, G3, тура F2 деген әрекеттер болады. Сол себепті Жандос қарамен жеңді, ақтар жеңілді.